Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен пюрені дәмді және әрі тез дайындауды көрсетем. Алдымен парақшама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Картошкамызды жуып, тазалап, аршып, таза су құйып, мына 40-45 минутта баяу отта пісіріп аламыз. Піскенін анықтау үшін вилканы салып көреміз. Картошкамыз езіліп тұрса піскен. Енді түбінен түгел суды төгіп тастамай, жарты пиалай су қалдырамыз, міндетті түрде ыстық суынан. Оның үстіне тұз, оның үстіне жылы сүт және еріген сары май құйып, миксермен араластырып аламыз. Миксермен араластыратын себебіміз, картошкамыз ешқандай да комочек болмайды. Біріншіден, екіншіден үлпілдеп воздушный болып тұрады пюреңіз. Көзге де әдемі көрінеді және жегенде де дәмі әдемі болып шығады. Мінекей осындай болып шықты. Қараңыздар, тез және оңай. Ешқандай да басқа ыдыстарды қолданудың қажеті жоқ. Пюрені міне осылай етіп әдемілеп салуға болады. Неше түрлі оформлениемен жасауға болады. Қасына неше түрлі кез келген тағамды ұсынсаңыздар болады. Балалар да сүйіп жейтін болады. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Сіздермен болған Айжан Ерболатқызы. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.